26 наурыз күні Париж қаласында көрсетілген P топтамасы смартфондарды жаңа деңгейге көтергені анық болды. Соның ішінде ең күшті смартфон Huawei P30 Pro нұсқасы біздің арнамызда бар. Көрем десеңіз үстінге шыққан сілтемені басыңыз, ал біз қалған екі смартфон Huawei P30 және Lite нұсқасы қандай айырмашылығы бар деген сұраққа жауабын беруге тырысамыз. Бізбен қалыңыз, кеттік. Дизайн айырмашылығынан бастасақ, екі смартфонның экранында алдыңғы камера мен минималды жақтауларға арналған кішкене тамшы тәрізді кесу бар. Huawei P30 және Lite нұсқасы дизайндары бір-біріне ұқсастығы бар болса да, айырмашылықтары көзге көрінеді. P30 экраны шамада 6,1 дюйм, ал Lite нұсқасында 6,15 дюймға сәйкес болады. Алдыңғы жағынан көрсек, айырмашылығы мүлдем көрінбеуі мүмкін. Екі смартфонның аппараттық пернелері оң жағында. Артқы жақтарына қарай отырып, Lite нұсқасына смартфонның ортасына саусақ іздерінің сканерлеу атқарымы орналасқан. P30 сол атқарымды сенсор арқылы экранның астына орнатқан. Камера тізімі екі аппаратқа тігінен түскені анық. P30 IP53 стандартты судан қорғау атқарымды алғанда, Lite нұсқасында ондай қорғау жоқ. Менің ойымша смартфонның екі дизайны өте әдемі. Huawei компаниясының философиялық көз қарастығын P топтамасы арқылы көрсетілген. Дизайн айырмашылықтар аз болса, техникалық сипаттамасына келсек, екі смартфонның ұқсастығы мүлдем жойылып кеткен жоқ. Lite нұсқасына Kirin 710 жеке меншік чип платформасы бар. Аппараттың ішіне 8 ядролық процессор орналастырған. 4 ГБ жедел жады бар болса, ішкі сақтау жады 128 ГБ құрайды. Жеткілікті болмаса, microSD кеңейту карта арқылы тағы 128 ГБ жадын қосу болады. Ол екінші SIM карта слотына салынады. Huawei P30 және Lite нұсқасы Android жүйесімен басқарылады. MI 9.1 меншік қабығымен жұмыс істейді. P30 смартфонның техникалық сипаттамасына қарасақ, жеке меншік қуаты Kirin 980 чипі орналасқан. P30 Lite сияқты 8 ядролық процессорлары бар. 6 ГБ жедел жады аппаратты жүргізе отырып, ішкі жады Lite нұсқасында 128 ГБ болып келеді. Бірақ та SD кеңейту карта арқылы 512 ГБ-ға дейін ішкі жадын көбейту мүмкін. Аккумулятор батареясын айта кетсек, P30 смартфонда сыйымдылығы сағатына 3650 мА орнатылған аккумулятор батареясы бар. Жергілікті тымсыз зарядтау атқарымы өкінішке орай смартфонның қолдауы жоқ, бірақ тез зарядтау екінші заманда суперчарж атқарымы бар. Аппарат 30 минуттың ішінде 70%-ға дейін аккумулятор қуатын алады. Смартфонды қалайда қолдансақ, таңертең кешке дейін батареяның қуаты жеткілікті. Ал Lite нұсқасы аккумулятор батареясы сыйымдылығы сағатына 3340 мА болады. Батарея сыйымдылығын салыстыра P30 сағасы қатты тұтқан жоқ. Өзінің энергия жұмсалу аз болғандықтан батарея қуаты 1,5 тәулігіне жетеді. Kirin 710 чип арқасында энергия аз жұмсалады. Тез зарядтау атқарымы жоқ. 0-ден 100%-ға дейін неғұрлым 2 сағаттың ішінде қуат алады. Өрнек түрде Lite нұсқасы тағы бір айырмашылығы бұл экран. Ағайындысынан P30 Lite ұзартылған IPS матрицасы бар. Gorilla Glass әйнегімен жабдықталған. Экранның өлшемі 6,15 дюймге сәйкес. Шексіз контраст көрсеткіштері болмаса да, экран лайықты. Көру бұрыштары мен жарықтылығы P20 сияқты былтырғы флагмандықтармен салыстыруға болады, және зауыттық түстерді калибрлеу жағымды. P30 нұсқасын қарағанда OLED матрицасы енгізілген. 6,1 дюймдік дисплейдің ажыратымдылығы 1080-нен 2340 пиксель құрайды. Қорғаныш әйнегіне олеофобты жабын қолданылған. Экран жарық көрнекісі таза, жоғары деңгейде. Бұл жерде де мәселе ешқандай жоқ. Енді екі смартфонның ең тәтті салыстыру уақыты келді. Ол камера. Сонымен P30 смартфонның негізгі модулі 3 камерадан тұрады. 40 мегапиксельді басты камерасы, 16 мегапиксель кең бұрыш және 8 мегапиксель объективті камерасы. Соңғысы перископиялық линзамен жабдықталған. Онда призмалық оптикалық элемент жарықты 90 градусқа бұрады және үлкен фокустық ұзындығын қамтамасыз өткізеді. Бұл жұқа смартфон корпусында қарапайым линзалар дизайнын пайдалану көзіне қол жетімді емес. Сонымен қатар немістің Leica компаниясымен бірлесіп жасалған оптика 5 есе үлкейтуге ие. Бұл суреттің сапасын жоғалтпай үлкейтуге мүмкіндік береді. Мұның бәрі суреттердің сапасын жаңа деңгейге көтереді.
Huawei P30 алдыңғы камера ажыратымдылығы 32 мегапиксельді құрайды. Бейнені түсіру туралы айта кетсек, ең жоғары сапа 4К үлгісімен 30 кадр секунд жылдамдығымен түсіріледі. Маған ұнамай қалғаны тұрақтандыру системасы жақсы істемей жатқан көрінді. Камераны бұрған кезде бейне жұлқына тұрады. Оны өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. P30 Lite камералары алдыңғы P30 камераларына көз көрім өте ұқсас, бірақ ол жабдықта айтарлықтай ерекшеленеді. Негізгі камера 1.8 диафрагмасы бар 24 мегапиксельді модульден кең бұрыш 8 мегапикселден және тереңдігі сенсоры бар 2 мегапиксель камерасынан тұрады. Leica оптикасы және оптикалық тұрақтандыру қымбат модельдердің құзыреті болып қала береді. Бейне түсіру сапасы максималды Full HD секундысына 60 кадр түсіріледі. Түсіріліп жатқан бейне сапасы орташа деңгей аппаратына сәйкес келеді. Алайда орташа деңгей аппаратына P30 Lite үй мұрағатының және әлеуметтік желілерге жылдам есептердің қажеттіліктеріне жақсы түсіреді. Осының бәрін жинап келгенде P30 Lite нұсқасы айырмашылығы қандай деген сұраққа жауабын берген секілдімін. Менің ойымша Lite нұсқасы қазіргі заманауи технология сапасына сәйкес келіп тұрғаны, бағасы да жақсы қойылғаны анық. Маркетинг жұмысшылары жақсы істегені көрініп тұр. Әрине қорытындыларыңызды өздеріңіз қоюларыңа ешкім кедергі емес. Ал бүгінге осымен болды. Біздің арнамызда келешек шоулы бейнелерді көрем десеңіз, бізге жазылсаңыз болады. Ұнаса, осы бейнеге лайк қойып, түсінік жазсаңыз риза боламын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.